Сәлем квиз чемпиондары. Бүгін біз жалпы білім мен қызықты фактілер туралы квиз ойнаймыз. Барлығы 50 сұрақ, 40 плюс ұпайдан артық жинап көр. Онда біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Біздің күн жүйесінде ең ыстық планета қайсы? Бұл планетада қалың атмосфера бар, сондықтан ол күн жүйесінде ең ыстық планета. Әрине ол шолпан. Әйгілі бостандық мүсіні бастапқыда қандай түсте болған? Мыс түсінде болған, себебі ол мыстан жасалған. Қай танымал тағам шамамен 200 жыл бұрын дәрі ретінде сатылды? Бұрын кетчуп асқазан ауруларын емдейтін дәрі ретінде сатылған. Әлемде қай жануардың еркегі жүкті болып бала туа алады? Бұл теңіз жылқысы. Ит қатты ыстықтағанда денесінің қай жері арқылы терлейді? Иттердің тері бездері негізіне табандарда орналасқан. Күн сәулесі жерге қанша уақытта жетеді? Сегіз минутта. Жаз айларында Париждегі Эйфель мұнарасы не болады? Температура көтерілгенде металл кеңейеді, сондықтан Эйфель мұнарасы жазда сәл ұзарады. Қоқиқаздар неге қызыл түсті болады? Қоқиқаздар қызғылт түсті ашқаяндар мен балдырларды жегендіктен қызғылт болады. Қай ойыншық бренді адамдардан да көп мини-фигуралар жасалған? Әрине бұл Лего. Үй мысықтары қандай дәмді сезе алмайды? Тәттіні, себебі мысықтарда ондай рецепторлар жоқ. Мона Лиза суретінде қандай деталь жоқ? Қас пен кірпік жоқ. Қай ауыл шаруашылық жануары баспалдақтан түсе алмайды? Сиырлар. Сиырлардың дене бітімі оларға олай жасауға мұрша бермейді. Қай ауыл шаруашылығы жануарлары аспанға қарау үшін басын көтере алмайды? Қошқа. Сатурн сақиналары негізінен неден тұрады? Сатурн сақиналары миллиардтаған мұз және тас бөлшектерінен тұрады. Айда қалған астронавт іздеріне не болады? Айда жел де, жаңбыр да жоқ, сондықтан олар мәңгі сақталады. Ашшаянның жүрегі қай жерде орналасқан? Ашшаянның жүрегі оның басында орналасқан. Көк киттің тілі шамамен қанша салмақ тартады? Көк киттің салмағы шамамен 1 піл дейді. Ғарыштан қарағанда күннің түсі қандай? Ғарыштан қарағанда күн ақ түсті болып келеді. Адам денесінде ең кішкентай сүйек қайсы? Ол үзеңгі сүйегі, құлақта болатын ең кішкентай сүйек.
Қай жануарлар көзі миынан үлкен? Ол түйеқұс. Ең үлкен жанартау қай планетада орналасқан? Марста Олимп тауы бар. Ол күн жүйесінде ең үлкен жанартау. Адам денесіне ең күшті бұлшықет қайсы? Бұл жақ бұлшықеттері. Тарихта дүкенде алғаш штрих-кодпен сканерленген өнім қандай? Сағыз 1974 жылы. Иттердің бірегей саусақ ізі қай жерде? Иә, иттерде мұрын өрнегі әрқайсысында ерекше болады. Жолбарыстың жүні қырылса, терісі қандай болады? Әрине, жолақты, жолбарыстың терісі де сондай. Картоп фри алғаш қай елде ойлап табылған? Бельгияда. Қай жануар артқа жүгіре алмайды? Кенгуру артқа жүре алмайды. Адам түшкіргенде ауа қанша жылдамдықпен шығады? Шамамен 150 км/сағат. Адам денесінде қай тырнақ тез өседі? Бұл қол тырнақтары. Жерге Египет пирамидалары бастапқыда қандай түсті болған? Олар ақ мәрмәрден жасалған болатын. Жаңа туған сәбиде шамамен қанша сүйек болады? Шамамен 300 сүйектей. Адам ағзасында қай сұйықтық металды еріте алады? Бұл асқазан қышқылы. Өшірге шықпай тұрып оқушылар қарындашты немен өшірген? Нан үгіндісімен. Қайсысы тарихта бұрын ойлап табылған? Оттық, сіріңке немесе сам? Әрине, бұл оттық. Қайсысы көп, жердегі ағаштар ма, әлде галактикадағы жұлдыздар ма? Жердегі ағаштар. Адам денесінің қай бөлігі қан алмайды? Көздің қасан қабығы. Саусақ ізінен басқа адамның қай бөлігі ерекше? Бұл адамның тілі. Әлемде ең көп аралы бар ел қайсы? Швецияда 300-ден астам аралдар бар. Көптеген банкноттар қандай материалдан жасалады?
мактан мен зығырдан. Көбелектер адамдар көре алмайтын қандай жарықты көре алады? Ультра күлгін сәулені. Мұхит түбінен өлшегенде әлемде ең биік тау қайсы? Мауна Кеа. Марста қар ұшқындары қандай формада болады? Куб тәріздес. Рубик текшесін ойлап тапқан адам оны алғаш рет қанша уақытта шешкен? Бір айда. Қай теңіз жануары биологиялық түрде өлмейтін болып саналады? Туритопсис медузасы. Пластик қоқыс аралы қай мұхитта орналасқан? Тынық мұхитында. Нарвалдың мүйізі шын мәнінде неден жасалған? Тістен. Қайда толық ай болмау мүмкін? Әрине ол ақпан айы. Адамзат мұхиттарының қанша пайызын зерттеген? Бес қана пайыз. Адамның барлық қан тамырларын созса қанша қашықтық болады? 80 мың километр, яғни жерді 2 рет айналады. Жердің ядросының температурасы қандай? Күн бетіндегі температураға жақын.